Жақсы, қайырлы кеш достар. Саламызды ары қарай жалғастыра берейік. 8-ші сұраққа жеттік. ұбт география тест талдау. Үлкен жетілік құрамындағы монархиялық мемлекет. Жауаптары: Канада, Германия, Қытай, Исландия, Ұлыбритания. Әуелі сұрақтың жауабын талдамастан бұрын бұл жерде қай мемлекеттер үлкен жетілікке кіреді, кірмейді, соны анықтап алайық. Жалпы үлкен жетілікке кіретін мемлекеттің саны енді атайтын тұрғанда 7. Тоқталайық. Мына үстіндегі 7 мемлекет тікелей кіретін мемлекеттер: Франция, Германия, Италия, Жапония, Ұлыбритания, Америка, Канада. Демек, бұл жерден Қытай мен Исландия деген жауапты не істейміз, тастай береміз. Және де қазір мемлекетке кіріп, оның басқару формасы қандай? Енді монархиялық мемлекет дегеніміз басқарушысы монарх болу керек. Монарх дегенде мысалға монархияның қандай түрлері бар? Конституциялық монархия бар, абсолюттік монархия бар, Мысалға Жапония мемлекеті император, мысалы билеушісі император, мысалы Сауд Арабиясында эмират мемлекеттерінде шейхтар, мысалы одан бөлек тағы да, яғни биліктің түрі баладан әкеге қалып отыратын түрлі, ол монархиялық мемлекет болып есептеледі. Ал екінші түрі бар, яғни президенттік мемлекеттер, олар президент сайлау арқылы келетін мемлекеттер. Түсінікті ғой? Енді кеттік, мемлекеттерге тоқталайық. Енді бұл сұрақта кішкене бір шикілік бар, сұрақты екі дұрыс жауап бар, бірақ енді не үшін екінші жауапты дұрыс ретінде тастаған, қазір сіздерге жауап айтып беретін боламыз. Енді Канада мемлекеті. Енді Канада жауапта тұр. Мына жерін қарай салайық, тікелей жауап ретінде. Үкіметтері, міне, парламенттік монархия. Парламенттік монархия немесе конституциялық монархия. Елдің монархы үкіметке қарағанда билікте өкілеттілігі аз, көбінесе салтанатты рәсімдерде елдің өкілеттері рөлін орындайды. Және де одан кейін ақш үкімет түрі, яғни ақштағы биліктің түрі федеративті президенттік республика, яғни ақш федерациясы айтамыз ғой. Президенттік республика, енді ол жақта жыл сайын, яғни президент 4 жыл сайын президент ауысып отырады. Одан кейін Ұлыбритания. Ұлыбритания үкімет түрі, яғни билік түрі парламенттік монархия, дәл манағыдай таңдай. Патшайымы 2-ші Елизавета, білесіздер. Енді қараңыздар, бұл жерде бізде Канадада, Ұлыбританияда негізі монархиялық мемлекеттер. Но бұл жерде сұрақ қате, немесе сұрау керек болған дүниесі бөлек болма, екі дұрыс жауап белгілеп қойған екен: Канада және Ұлыбритания. Енді сұрақтың дұрыс жауабын қарастырып қарасам, Ұлыбританияны қалдырған. Неліктен? Себебі, енді мана айтып кеткендей, патшайымдар билеген кезінен бастап, себебі Канаданың монархиялық мемлекет болуы кезінде Ұлыбританияның отары болды. Сол үшін де әлі күнге шейін Ұлыбритания әлі күнге шейін монархия мемлекет сақтап қалды. Дәл сол Канадада сол билік түрі қалды. Енді кеттік. Жапония енді монархиялық мемлекет екені түсінікті. Жаңа айтып кеткеніміздей, оның ішінде конституциялық монархия түрі, императоры астында тұр. Одан кейін Италия мемлекеті парламенттік республика, яғни ол жақта президенттен көрі парламенттің беделі жоғары. Яғни Қазақстан биылдан бастап қандай неге көшті? Президенттіктен бастап, яғни парламенттікке көшкен болатынбыз. Ендігі жылдан бастап, алдағы уақытта бастап парламенттің рөлі күшейеді деген секілді нелер айтылды. Одан кейін Германия федеративті, яғни КФР, Германия федеративті республикасы айтамыз. Демек парламенттік республика. Францияда міне аралас демократиялық республика, яғни одан кейін үлкен жетілік туралы кішкене мәліметтер келтіріп кетейік. Қазір үлкен 8 деп аталады. Ресей қосылды ғой. Енді оған дейінгі атауы үлкен жетілік болған болатын. Яғни мемлекеттердегі рөлі өте жоғары. Яғни алдында айттық қой, осы әлемдегі ірі 500 зауыт болатын болса, соның 400-ден астам осы үлкен жетілікке тиесілі деп. Енді 1998 жылдан бастап Ресей федерациясы осы үлкен жетілікке қосылып келеді, соның үлкен 8-ліктен атауды алып келді. Енді сұрақтың жауабы Е деп қойған екен, бірақ сұрақта бір ғана емес, негізі екі жауап тұрғандығы бар, соны ескерткім келеді. Яғни Ұлыбритания және Канадада жауап ретінде болады. Қателік кеткен болар, бірақ сонда да біліп жүріңіздер. Германия ол бізде республикалық, федеративті. Сондықтан жауабын бастай береміз.